Денсаулығымыз туралы бәрін білеміз деп ойлаймыз, бірақ кейде ағза бізге тыныш қана сигнал береді. Сол сигналдарды елемесек, кеш болады. Ең қауіптісі бұл белгілер көбінесе еш ауыртпайды, байқалмайды. Дәрігерлердің өзі бұл туралы ашық айта бермейді. Бүгін біз сізге өміріңізді сақтап қалуы мүмкін 10 қауіпті белгі туралы айтамыз. Соңына дейін көріңіз, себебі нөмір бірінші белгі сіз ойламаған нәрсе болуы мүмкін. 10-шы, ұйқыдан шаршап ояну. Таңертең ұйықтап тұрсаңыз да өзіңізді шаршаған, әлсіз сезінесіз бе? Бұл жай шаршау емес. Бұл қалқанша безінің бұзылуы, қант диабеті немесе анемияның алғашқы белгісі болуы мүмкін. Егер мұндай жағдай бірнеше апта қатарынан қайталанса, ағзаңызда бір нәрсе дұрыс емес деген сөз. Кеңес ретінде бөлісіп кетейін, кешке дейін шаршау кетпесе, анализ тапсырып, қандағы темір қалқанша гормонын тексертіңіз. 9-шы орында себепсіз жөтел. 2 аптадан ұзақ жөтел. Кәдімгі суық тиіп жөтеліп қалдыңыз деп ойлайсыз, бірақ 2 апта, тіпті 1 ай өтсе де тоқтамайды. Бұл жай тұмау емес, өкпе обырының созылмалы бронхиттің немесе аллергияның белгісі болуы мүмкін. Кеңес айтсам, егер жөтел 14 күннен артық созылса, міндетті түрде рентгенге түсіп өкпені тексертіңіз. 8-ші, жадтың жиі нашарлауы. Кілтті қайда қойғаныңызды ұмытып қаласыз ба? Немесе таныс адамның атын есіңізге түсіре алмайсыз ба? Бұл ұмытшақтық емес, мидағы қан айналымының бұзылуының, тіпті Альцгеймер ауруының ерте белгісі болуы мүмкін. Кеңес айтсам, қан қысымын, холестеринді тексертіп, неврологқа қаралыңыз. 7-ші, кеудедегі қысқа ауырсыну. Бір сәтке жүрек тұсыңыз қысылып, ауырсынғандай сезіледі ме? Кейде ол иыққа не қолға беріледі ме? Көп адам оны бұлшық ет деп ойлайды, бірақ жүрек ишемиясының немесе инфаркт алдындағы жағдайдың белгісі. Кеңес ретінде, егер ауырсыну 5 минуттан артық созылса, дереу дәрігерге барыңыз. 6-шы, аяқтағы ісік пен ауырлық. Кешке қарай аяқтарыңыз ісініп, ауыр тартады ма? Бұл жай шаршау емес, бұл бүйрек ауруының, жүрек жеткіліксіздігінің немесе веназдық жеткіліксіздіктің белгісі. Кеңес ретінде, егер ісік таңертең кетпесе, УЗИ мен қан анализі арқылы тексерілуі қажет. Ал енді бестікке де келдік. 5-ші, тәбеттің күрт жоғалуы. Тамаққа деген тәбет кенеттен жоғалды ма? Бұл жақсы белгі емес. Бұл бауырдың, ұйқы безінің немесе тіпті онкологиялық аурулардың алғашқы сигналы. Кеңес ретінде айтсақ, егер 1 аптадан аса уақыт бойы тәбет жоқ болса, гастроэнтерологқа барыңыз. 4-ші, түсініксіз көгерулер. Денеде еш себепсіз көгерген дақтар пайда бола ма? Бұл қанның ұю жүйесінің бұзылуының, лейкемияның немесе бауыр проблемасының белгісі болуы мүмкін. Кеңес қан анализін өткізіп, тромбоциттер деңгейін тексеру керек. 3-ші, жиі ентігу мен дем жетпеу. Жаяу жүргенде немесе баспалдақпен көтерілгенде қатты ентігіп қаласыз ба? Бұл тек дене шынықтыру жетіспейді деген сөз емес. Бұл жүрек жетіспеушілігінің, өкпе гипертониясының, тіпті анемияның белгісі. Кеңес ЕКГ мен қан анализі міндетті. 2-ші, жаралардың ұзақ жазылмауы. Қарапайым жараның өзі 2 апта бойы жазылмай тұрса, бұл қалыпты емес. Бұл қант диабетінің немесе иммундық жүйе әлсіреуінің белгісі. Кеңес қандағы қант мөлшері міндетті түрде тексертіңіз. Ал енді ең соңғы 1-ші орынға да келдік. Кенеттен салмақ жоғалту. Диета ұстамаған болсаңыз да, соңғы 1-2 айда салмағыңыз 5-10 килограммға азайды ма? Бұл ағзаның дабылы. Мұндай белгі көбіне қалқанша безінің қатерлі ауруларында, асқазан ішек обырында немесе қант диабетінің бастапқы кезеңінде байқалады. Кеңес уақыт жоғалтпай толық тексерістен өтіңіз. Ал енді қорытындылай келсек, бұл белгілердің көбін біз елемей өтеміз, бірақ ағза бекерден бекер дабыл қақпайды. Дәл осы белгілерді ерте байқаған адамдардың көбі өмірін аман сақтап қалған. Сондықтан өз денеңізді тыңдаңыз. Егер айтылған белгілердің бірі өзіңізде болса, дәрігерге баруды кейінге қалдырмаңыз. Есте сақтаңыз, ауруды емдегеннен
ерте анықтаған оңай.